Саламатсыздар ма? Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру жөніндегі ата-аналарға арналған жадынама. Қашықтықтан оқытудағы ата-ананың міндеттері. Баламен бірге күн режимін жасау, баланың қолданушысы кеңесшісі болу, сабырлық, шыдамдылық таныту, жаңа тәжірибені қабылдау, құрылғылармен шама келгенше қамтамасыз ету, балаға бағыт беруге көмектесу. Нені ескеруіңіз қажет? Сабақтың басталу уақыты, сабақ кестесі оқушының жұмыс орнына жақын жерде болу керек. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізіледі кесте бойынша. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Кешке дайындап қойған жөн. Балаңыз үшін арнайы сабақ оқу орны белгіленуі шарт. Сабақ уақытында қосылыңыз. Сабақ басталуға 5 минут қалғанда. Балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киінуі маңызды. Сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшіруіңіз керек. Сабақ уақытысында отбасындағы басқа балалар мен үй жануарларының кедергі келтірмеуіне назарда ұстаныңыз. Сабақ өтіп жатқанда. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болуы керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолданып, қолыңызды көтеріп, жауап бере аласыз. Zoom арқылы. Нұсқауларға назар аударыңыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балаларға чатта жазуға тыйым салынады. Тек дыбыс болмай, естілмей қалған жағдайда ғана рұқсат беріледі. Ата-аналар есіне. Балаға жауап бергенде орнынан тұруды қажеті жоқ. Мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейне таспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Сабақта оқушының себепсіз қатыспай қалғаны үшін ата-ана жауап береді. Сіздерден сұрайтынымыз, балаңыздың аз уақыт онлайн болуын, көп уақытын өз бетімен жұмыс жасауын қадағалаңыз. Үй тапсырмаларын уақытында орындап, мұғалімнің кері байланыста болуын қадағалаңыз. Балаңыздың қосымша тапсырмалар орындауын, әдеби кітаптар оқуын, телеарна сабақтарын уақытында көруін қадағалаңыз. Балаңызбен бірге таңғы жаттығулар жасау, дұрыс тамақтану, би ұйымдастыру, серуендеу аулада, кітап оқу, бірге фильм көру, үй шаруасын тарту, өлеңдер жаттау, тәжірибелер жасау. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуда. Бізбен бірге болыңыздар.